сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Аға партияшыңызшы дейді. Арты 13 деген жігіт екен. Уағалейкум ассалам. Менің осы YouTube'тегі ақш каналым, Facebook'тегі парақшам партия деп біліңдер. Партияны аштым не, ашпадым не, Қазақстанда бәрібір тіркемейді. Менің айналама топталып, жиналып, мені үгіттеп, өзіңе жақтас, маған жақтас, өзіңе жақтас, тілектесті айналаға жи, партия деген сол. Партия деген бір жерде ресми түрде өзіңнің жауың болған, ұлттың жауы болған нұрғауындық жүйеден тіркеліп, міне мен тіркелдім, міне қағазым бар, мен партиямын десе партия емес. Саяси төңкеріс кезіндегі Еуропаның демократияға өту барысы кезіндегі саяси партиялардың бірде-бірі биліктің қолынан рұқсат ала алған жоқ. Ол кездегі Англия, Франция, Германия бәрі феодалдық патшалық жүйеде болды. Капиталистік жүйеге ауысқанмен де олар феодалдық патшалық жүйені сақтап отырды. Ал Еуропа қалай демократияға ауысты? Олар сол бүкіл мемлекеттің байлығын патша әулеті меңгеріп отырған сол жүйеден құтылып, байыған орта шарқы, орта шағын буржуазия қалыптасып, олар патша әулетімен экономикалық қақтығысқа түскенде, яғни патша бүкіл мемлекеттің байлығын ұстап отырады әулеті, ал жаңа орта шағын буржуазия, олар сол патша әулетімен экономикалық қайшылыққа түскен кезде, оларда саяси күрес жолына түседі. Қазақстанда да сол. Қазір Қазақстанда нұрғауындық жүйе, сол депутат, министр, анау-мынау бар, 200 отбасын асырап отыр. Ал Қазақстанда қазіргі мына коронавирусы бар, одан бұрынғы мына халықаралық дағдарысы бар, бүкіл орта шағын буржуазия қазір шығар жол таба алмай отыр. Мысалы, Шымкенттің анау сыра зауытындағы кісіні жала жапты да зауытын дәріға тартып алды, өзін түрмеге қамады. Ол кісі қаншама жанталасты. Ресейдің казактарын арқа сүйеді, әйтті битті, зеңбірек әкелді, жаңағы бопсаларға қарсы өз доңайбатын көрсетті. Бәрібір біздегілер Путинға айтты, давай, ладно, мен саған 1 тонна доллар, ананы мен басын шабам деді. Путинге бәрібір қазақ жейме, оған ақша керек, ол өзі ақшадан қысылып тұр. Сөйтті де Путинге біздің сұмырайлар халықтың қанын теспей сорған ақшасынан 1 тонна долларын берді де, жаңағы Шымкенттің сырасының зауытын алды да түрмеге қамады. Тоқалдарын тоз-тозын шығарып жүрді. Ең қысқасы ең соңында джиптеріне дейін анау-мынауын тартып. Ал ол зауытты жүргізе алған жоқ, өздері құртты. Бұл тек бір ғана мысал. Ал осы сияқты кәсіпкерлер қазір қанша шетел асып жүр. Анау тағы бір кәсіпкер бар еді енді. Ол шында нұр кәсіпкер болуы мүмкін. Біресе Грузияға, Украинаға барады, қайтадан қайтып келеді. Біресе кеттім дейді, келем дейді. Бұның бәрі ымыра. Біресе ымыраласады. Билікте оны жіберіп қойғаннан қорқады. Жібермейін десе, оның байығанын қаламайды. Міне, енді осы кәсіпкерлер, мейлі ол бұрын нұрғауындық жүйенің нұр ит аяғынан нұр жуынды ішіп жүрген нұр иттер болса да, енді осы кәсіпкерлер бара-бара наразы бола бастайды. Олардың біразы Түркияға бет алды, біраз Еуропа, Грузия, Украинаға бет алды, Ресейге қашқан кәсіпкерлер бар. Енді осылар одақтасады. Ол абсолютті түрде болады. Енді осы орта шағын қалтасында $500 миллион бар, $1 миллион бар, одан кейін $100 миллион барға дейінгі осылар одақтасып, консорциум қалыптасады. Немесе бір палата қалыптасады, немесе бір бейресми олардың бір тобы қалыптасады. Осындай кезде саяси лидер сол жаңағы кәсіпкерлердің басын қосады. Осындай қаржылық, саяси, экономикалық мүмкіндігі бар топ қалыптасқанда ол партия болады. Ал ол партия өзінің мүддесін қорғайды. Енді бұл жерде жалдап партиялар болады. Жалдап партиялар билікпен саудаласады. Мысалы, Еуропаға қашқан Бергей билікпен саудаласты. Оның қолында биліктің компроматтары, тоқал-соқалдары, төсек ойындары, жаңағы ылық-былықтары төсектегі бар. Сонымен билікпен компромат жасады да, сол Бергей Рысқалиев қайтты, өзінің Қазақстандағы $1 миллиард. Оған біздің тіліміз де жетпейді, миымыз да жетпейді. $1 миллиард ақшасын. Енді бейресми дерек көзінде айтуынша $18 миллиард ақша дейді. Енді көз алдарың елестетші. $18 миллиард ақшамен ол 18 атом сүңгуір кемесін, 18 ауяматқа сатып алады. Міне, сондай ақшаны ол Еуропаға ауыстырып алды дейді. Қазақстаннан алып кетті дейді. Қазақтың байлығы. Сөйтті де енді ол қайтты саяси ымыраға келген, кәдімгі бағынған жезөкшеге айналды. Енді оған
Ол шетелде қашып жүрген қашқын емес, енді ол маймыл болады. Жаңа екі жағы ымыраға келді. Мен ақшаңды қайтарам, сен ана компроматты қайтарасың. Сен сосын шетелде жатып бізге қарсы үрмейсің. Бірақ мына біздің елдің ішінде біз тәрбиелеген маймылдар бар. Сол маймылдарды Парижге шақырасың. Парижде кездесу өткіземіз. Сонымен елдің ішінде бір топ маймылды мен асырайым, елдің сыртына шығып тұратын лицензионный үруге рұқсаты бар иттермен аңырауға рұқсаты бар менің есектерімді сен өтірік Аппазия шетелге шақырасың. Сонымен Еуропа мен Америкаға міне Қазақстанда Аппазия бар деген жалған түсінік қалыптастырамыз. Сен өтірік әртіс болып, өтірік Аппазия болып ойнайсың деді. Міне, бұл да сәтсіздікпен аяқтаған қазақтың жаңағы буржуазиясының құрылмай қалып жөргегінде тұншыққан саяси партиясының мысалы. Ал Еуропада, әсіресе Франция төңкерісінде Францияның бүкіл байлығын меңгеріп алған, бүкіл француз халқын теспей сорып отырған патша әулетін құлатуға қарсы француз зиялылар бастады. Француз ұлтшылдары бастады. Бұлардың бәрі сәтсіз аяқтады. Ал ең соңында осы француз зиялылар, француз ұлтшылдары ең соңында француздың сол патша әулетінен зардап шегіп, экономикалық зиян шеккен буржуаздармен біріккен кезде Францияда төңкеріс жеңіске жетті. Сондықтан төңкеріс қалай болады? Саяси формацияның ауысуы қалай болады? Қоғамдағы үлкен өзгеріс қалай болады? Ол қоғамның барлық саласы бірігу керек. Интеллигент зиялылар, ақылман ойшылдар, халықты үгіттейтіндер, қара халықпен, қарапайым халықпен жұмыс жасайтындар, шоферлармен, егіншілермен, малшылармен, студенттермен жұмыс жасап, солардың қасына барып жүріп, бірге жатып, бірге шай ішіп жүріп, үгіттеп, солардан жаңағы топ жасақтайтындар, партизандық ұйымдар құратындар, осындай жұмыс жасайтын жүйе қалыптасады, абсолютті қалыптасады. Қазір міне Қазақстанның армиясының ішінен адамдар хабарласып отыр, кешегі лекциямыз сөйлеп, ұлттық қауіпсіздік комитетінің пенсияға шыққан қызметкерлері хабарласып отыр. Міне Қазақстанның жаңағы ішкі армиясындағы ішкі полицей, ішкі істер министрлігінде жұмыс істейміз деген жігіттер мүлде құпия шетелдің жаңағы номерлерімен хабарласып отыр. Олар қорқады Қазақстан нөмірімен хабарласқаннан. Міне олар кейбір құпия деректерді бізге беріп отыр. Осының барлығы не? Биліктің ішкі жағында наразы жанартау тұр. Сол биліктің пирамидалық ішкі жүйесінің өзі іріп, шіріп отыр. Енді оған тек қана бір толқын керек. Бір толқын керек. Сіздер ойламаңыздар, билік сондай құдіретті деп. Билік шын мәнінде сол Нұрғауынның өзі сияқты мәлкілдеп, қалшылдап әрең отыр. Тек халықтың бір реткі тепкіні ғана керек болып тұр. Бір реткі тепкіннен қалмайды. Ал тағы, партия құрды. Менің партиям осы. Менің партиям осы. Мені Серікжан партиясы дей беріңдер. Сендер ол үшін нұр биліктің нұр документі, нұр билеті, нұр рұқсаты керек екен деме. Мен шақанып емеспін. Партия құрам деп, жаңағы рұқсаты аламын деп, ең соңында ала алмай өтірік жылап сықтайтын. Ол Қытайда жаңағы төңкеріс жасауға рұқсат бермей қойды дейтін Акиу деген бір кейіпкер бар болатын. Қытайдың мықты жазушысы Лу Шүн жазған. Ол патшаға қарсы төңкеріс жасау үшін патшадан рұқсат алады екен. Дүниеде қандай нәрсе бар? Дүниеде осыдан қыңыр логика бар ма? Сондықтан Қазақстанда ешқашан тіркеуге рұқсат бермейді де, атып өлтіреді, шабып өлтіреді, бөлшектейді, сатып алады. Партия түгілі жай Қытайдағы құқы тапталған қазақтардың құқын қорғап, соны әлемге жеткізіп, жылаған, сықтаған тірі жетім, тірі жесірлерге ұн, күріш, жаңағы тауықтың еті, қойдың етін апарып, макарон апарып, сөйтіп жұмыс бастаған ата жұртты бөлшектеді ғой. Қыдырәлі Оразұлы деген тақияны шайтанды киімді сатып алып, бауырына басты. Ата жұрт жастар деген бір ұйым тіркеп берді. Бауырмал деген қорды тіркеп берді. Қытайтану институты дегенді тіркеп берді. Бір әптеде 3 ұйымды тіркеп берді де, әгі сұмырай шыға келді. Қытайда қазақ жоқ, қамалған қазақтың 90% босап шықты деді. Киімбінің кәдімгі басыбайлы шынжырлы иті болып шыға келді. Сол бөлшектен, сол менің қасымда жүрген. Сол жігіт менің қасымда жүріп бедел тапқан. Ел жұрт Серікжан мен Қыдырәлі деп қатар айтқан. Дастарханда төрде қатар отырғызған. Мен бармаған жерге сен бара салшы дейтімін. Он күріш сумай тарататында сен баршы дейді. Мен ана арыздарды қабылдап, сол заманда менің ойым батыстың құлағын көтеру, батысқа жеткізу. Жаңа он күрішті сен ақ тарата бер дейтімін. Міне соны сатып алды. Міне партия ата жұрттың өзін сол жөргегінде тұншықтырды.
Артынан Айман Омаров мен Ербол Дәулетбек деген сұмыра екеуі бірігіп, Атажұрт еріктілері деген қып, үкімет тағы тіркеп берді. Тіркеп берді де Азаттыққа сұхбат берді. Бекзат Мақсұтхан екеуін екі жағын алып, Қасым Аманжол, Нұрқасым Нұр Аманжол деген бар. Сұрап, сөйтсе анау айтып, Қытайда лагер жоқ, лагерде қамалғанның бәрі қылмыскер дейді. Міне. Ал енді осы нәрсенені білдіреді. Бір Атажұрттың өзіне 2 рет сөйтіп тіркеп берді. 2 рет тіркеп еді, екеуі де аборт болды, түсік тастады, сәтсіз болды. Халық осы кезде оларды көрген жерден бетіне түкіреді, тойына да шақырмайды, қалбалағындап шайтан тақиясын киіп шауып барса, жаңағы ұлы да қызы да бетіне түкіретін болды. Сонымен бұл сәтсіз аяқтаған ең қайтты, 3-ші жобаны жасады. Меллатхан Айтқали дейтін психикалық ауытқуы бар жігіт бар. Сол жігітті жаңағы үрдеп, оның бір жер мәселесі бар өкіметке, жаңағы өзі бағынышты болып отырған. Сонымен әгіні жатып кеп, сенің жеріңді заңдастырып береміз, анау мынау деді. Құдай енді қу құлқын, қу мүтте, әгі өзі онсыз да үйсіз қаңғып жүрген жігіт, Қытайдан келген жаңағы. Үй жоқ, күй жоқ, туыс туғаның үйінде паналап жүрген бәленбай баласымен. Сөйтті де ол бір-ақ күнде сатылып, былтыр күзден бастап 2020-ның күзінен ауырған. Сон дәрі беріп, шөп беріп, үрдеп, ұшықтап, дұға оқып әйтеу, ілдеп, жаңа қол сынса жең ішінде, бас сынса бөрік ішінде деп жасырып жатқанымызбен 2021 жылы рухани ауру асқынып, ең соңында Киембінің жалдамалы иті болып, бізге қарсы үріп шыға келді. Міне Киембінің жоспары. Қазақстанда саяси күштерді осылай жұмыс істейді. Сатып алады, ақшамен бопсалайды, қатынмен бопсалайды, жезөкше қыз жібереді, төсекке жатқызады, видеоңды түсіріп алады. Жезөкше қызбен былыққан видеоңды алғаннан кейін сосын мәңгі бақи мұрны тесілген жаңағы сиыр құсап, мұрны тесілген өгіз құсап алдында желейсің сөйтіп. Өңкілдетіп тұрып, жаңағы ит қылып үргістіп, есек қылып аңыратып жібереді. Міне, сондықтан партияны Қазақстанда заңды тіркейін демей, партизандық ұйыммен жұмыс жасай беру керекпіз. Халықтың үгіт насихатын күшейтіп, жастарды оятып, студенттерді оятып, қысқасы қарапайым шаруа адамдарын оятып, партизандық ұйымдарды құру керекпіз. Міне, ал бұл партизандық ұйымдар осы ұйымдар көбейген кезде ресми түрде, тұрақты құпия бастыдан қосу өткізіп тұратын, тұрақты шай жиналыстарын өткізіп тұратын, тұрақты түрде жаңағы идеялық бағыттарын бірыңғайлап тұратын, ішінен жаңағы ұйымдасқан азаматтар шығып, бүгін мынаны істейміз, ертең ананы істейміз, мына үгіт насихат таратасын дейтін пирамидалық жүйеде үстінен астына қарай кеткен осындай жүйе орнатылған кезде, ауыл, ауданда ячейкалар құрылған кезде нұрғауындық жүйені бір тепкеннен құлатамыз. Бір теуіп тезегін шығарып, тоз топалағын шығарып жібере аламыз.